Мен Дилназа Нарбаева, Сауран ауданы Қарашқы елді мекенінің тұрғыны болам. Сауран ауданы іскер әйелдер қауымдастығының төрайымы, жеке кәсіпкер болам. Осы кәсіпке келуім себебі негізі енді әр әйел ана айтады ғой, еркектің табысына кішкентай көмегі тиіп тұрған жақсы дейді. Муж строить, жена красить дейді. Сол сияқты сол себепті қой менде күйеуім қалтасына қарап отырмай деп гүл жақсы көрем. Негізі любой әйел жақсы көреді гүлді. Мен гүлді көршім үйінен жақсы көріп сатып алам. Күйеуім айтады маған қарап, не үшін? Мен күніне 1000 теңге, бұдан енді қанша жыл алдым ғой, бір 20 жыл алдым. Мен 1000 теңгеге жұмыс істеймін күндігіме, 30 000 теңге айына табам. Сен 4000 теңгеге гүл аласың ба? Басың істей ма? Мен ораза аузым, мен тауып жатырмын ғой дейді. Сол кісіні ренжітіп қойдым ба деп бұл гүлді алдым дағы. Ол гүлді тазикка суға салып қойдым, но бірақ ол жерде менде топырақ, оған екетін горшок болмады. Сосын 2 күн ол суда тұрды. Қарасам топырақтар түсіп, тамырлар бөлініп тұрған екен. Әдем болып 3-ке бөлініпті ол гүлім. Сатсам оның үстіне мен 500 теңге пайда көрдім. Үйде отырып, күйеуінің қалтасына қарап, қазан ошақтың алдында қалған әйел үшін бұл үлкен пұл 500 теңге. Ол мен үлкен табыс деп есептедім. Өйткені үйдің ішінде отырып 500 теңге тапу. Жаңа көршілеріме, бір мұғалімге 3 адамға сатып, ол гүлден пайдаландым. Содан ол көрші үйіне жүгіріп баратын болдым. Гүлі бар ма деп, подоконнигінде гүл тұрсын, маған сатшы деп. Содан бастадым негізі. Содан Қуаныш базарына барып, Кентауский базар деген бар бізде, өздеріңіз білетіндей. Сол базарда тұрып әр жерде бір сатып жүрдім. Одан кейін бұл нәрсе біздің Түркістанға келгенсін бұндай гүлдер. Адамдар жан-жақтан, Жаңақорған, Қызылорда, әр жақтан Чимкент қалаларынан уже біреу келіп ала бастады. Мен уже ол кезде мен Алматыдан алып жүрдім. Прямой алған жоқпын. Ода өткен ол базардың бастығы ол кезде марқұм Абдуғапар ағай шақырды мені. Мен біріншісінде қорқтым. Не үшін мен әр жерде заңсыз жүргенсін, мен қуып жібере ма десем, кіріп, сен бұл гүлдерді қай жерге өткізетін едің? Мен Жаңақорған, Қызылорда, Чимкент, әр жақтарға өткізам десем, айтады маған қарап, саған жер берейік деп, солар бірінші айтып қолдады. Ол бір күні Қуаныш базарда болсам, бір күн Кентауский базарда болам. Қуаныш базардан сатуын бастадым. Ол кезде Түркістан халқы үйренбеген, келіп сындырып көреді. Живой ма дейді, қызық. Бір жапырағын сындырып ап, мынан әшейін бола ма, болмай ма, жетпейді, бүйтіп сұрап көреді. Мына бір жапырағын сатсаңыз, мен сізге 2-3 теңге берем. 2-3 теңге берем, 100 теңге берем, сатыңызшы дейді. Сөйтіп, ол жерде, ол вақыттарда өйткені Түркістанға бірінші мен алып кіргенсін, сауда өте қырғын сауда болды, түн күн ұйықтамау. Содан бір күні қызы Инара Намазбаева Түркістанға келіп, гүлді өте жақсы көреді екен, маған айтты, Дилназка деді, мыналар қалай жақсы, сен қолынан келеді ғой деген мотивация берді. Адам істеген адам сен істей алмайсың ба деді, осыны істей аласың ғой сен деді. Помидор екесін, ол кезде мен помидор, огурцыйды қосып жанына огородтан апарам. Сөйтсем маған қарап айтты, осыны 2 аласың ғой деді. Қарап тұрып, неге 2 алмаймын? Сосын тұқымдарын ала бастадым. Голландиядан тұқым заказ қылдым. Бірінші екіп көрдім. Конечно, бірінші кезде қиын болады екен шығару. Олар тұқымдарды су шірік деген болады. Ана дымдап қойдым, кішкентай шығарамай қиналдым, біраз үйренгенге дейін. Одан кейін жақсы кетті. Одан мен зачем бірінші шығардым, оның арасында привозной алып тұрдым. Қазір күнде мен көп гүлдерді привозной алмаймын. Неге десеңіз, неге басқа елге мен тәуелдімін деген сұрақ қоя бастадым. Қазір күнде шүкір тәуба 1,5 гектар жер бар. Сауран ауданы құрылғаннан кейін облыс әкімі ол кезде Дархан Амангелдиевич болды. Сол келген кезде Мақсат Асылбекұлы, мен бұл қызға 1,5 гектар жер берейін деп тұрмын қазір күнде, соны бастамақшы деп, өз сол әкімнің алдында уәдесін беріп, уәдесінің үстінен орындап, тағы 1,5 гектар жерге жақын күнде үлкен оранжерея салу планында бізде. Бұрында айтатын едім, бұдан 2-3 жыл алдын, қазір менде 1000-нан астам гүлдің түрі бар деп. Қазір даже есептемеймін, өйткені бұл жерде гүлдің аты көп. Мысалы қарап тұрсақ, мына бамбук гүлі дейді. Бұл бамбук гүлдің кемінде 6-7 түрі бар. Фикус деген бар, фикус бенджамин, макломе дегенде түрлері өте көп. Қазір біз мына праздник келетір, алдымызда елдер мейрамы. Тек қана праздникта привозной гүлге тәуелді болып қалам, өйткен үлгере алмаймын. Мен тек қана өзім Қазақстанға емес, мен қазір кезінде біреулер айтатын еді, Қытайдан алып келеміз. Мен қазір Бишкекке, Қырғызстанға өткізем. Көп привозной гүлді Өзбекстанға да шығарам. Сол себепті мен привозной гүл праздникта көптеу алып қоям, бірақ
негізгі күндерді, мынандай күндерді мен өзім гүлдерімді көптеу сатам. Өйткені мен өзім шығарамым, өзімге жеткілікті. Не только бұл үй бөлме гүлдері, қазіргі күнде оформление көшелердің, көше дала гүлдері, петуния, шафран деген сияқты қазір оны да сіздерге көрсетіп өтірім. Оларды да мен шығарам. Бұл айтады, гүл оңай, үйге қарасаң баптау оңай деп айтады. Мысалы, қазір осы жерде гүлді айтып сасам, мына гүліміз пола тенекті ұнатады. Мына гүліміз суықты ұнатады, камелия деген гүл. Әр гүлдің өзінің местоположениесі болады, и уходы болады. Мысалы, мына сикас гүліміз, мына сикастар мысалы опрыскиваниені жақсы көреді. Әр қайсының уходы әртүрлі. Мынау радер махера, махаббат гүлі дейді, радер махера деген. Бұл жарықты ұнатады. Жарықта тұрмаса, мысалы, жапырақтарын төгіп жібереді дегендей. Бізде әр гүлдің өзінің, мысалы, гүл тірі жан негізі. Тірі жан. Адам қандай болса гүлде сондай. Әйел бақты деген қарасаңшы, атын қойып қойған, өзіне саят қойған. Өйткені қарасаңшы, әйел женское счастье деген гүл бар бізде. Әйел сияқты нәзік болады. Өте жуынған, опрыскиваниені жақсы көреді. Сосын әйел қарасаңшы, әйел мынандай ғой, таңдамы күшті. Бір күн ана тамақты жегісі келеді, бір күн мына тамақты өзіне қарап, өзін уход қылғанды жақсы. Оған опрыскивание жасасаңыз, удобрениені түрлі, бір одна и то же удобрение емес, әртүрлі қарап тұрсаңыз оған, ол гүлін аша береді. Мужское счастье, мужской каприз деп қойып. Антиурем гүліміз, ол деген қандай десеңіз, ол кәдімгі капризный да, оған айына бір рет бір лимонды кислыймен суармасаңыз, жапырақтар сарғайып кетеді. Сонда әр гүлдің өзінің өзге сай бағымдар. Шілденің қаншама градустаған ыстықта мынауын алып қалудың өзі қиын. Өткен теплица ыстық болады жазда. Қыста суық, өткен клеенка ғой. Ол кезде біз сетка тұтамыз, төбеде тұр. Дәрінің обязательно қоспаны біз кештен кешке дәрілейміз, өзінің уходтары болады. Бұның да суықтың қаншама градус суықтарды сақтау. Бұл гүл нәзік, кәдімгі адам сияқты нәрсе. Қатты суық болса, жер суық болса, біріншіден тамырдан шірей бастайды. Тамырдан, кәдімгі аяғынан сыз өткен сияқты, адам аяғынан суық болса, сыз өткенде гүлден дәл сондай өзінің температурасы болу керек. Біз бірінші жерді өстіріп аламыз негізінде. Жерді өстіріп, әдемілеп, сосын топыраққа көшіреміз. Барлығы сондай ұрықты бірінші тұқымды шығарып аламыз. Оны көшетті жерге өткізіп, үлкейтіп, әдемілеп, одан кейін горшоктарға сатылымға шығарамыз.